Армысыздар достар, бүгін сіздермен Әсел. Менің кезекті рецебім балықтың желбезегі мен картошка. Бұл өте дәмді, әмбесінде тез, нағыз түскі асқа, кешкі асқа жасайтын дәмді тағамның бірі болып табылады. Сонымен менімен бірге болыңыздар. Бұл тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнап жатса комментарий мен лайк қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз мына жерде бір жұмыртқаға мөлшерлеп тұз қосамыз. Одан кейін оны взбивать етеміз. Бұл жерде біз бұған балықтың желбезегін матырып алып қуыратын боламыз. Жалпы желбезек бізде жалпы бір-біріне қосылып тұрады. Мен ортасынан бұларды бөліп тастадым. Қуырған кезде желбезек осылай көтеріліп кетеді. Бұл көтерілмеу үшін мен тура ортасынан қиып тастадым. Сіздер қисаңыз да болады, қимасаңыздар да болады. Одан қанаттардың бәрін алып тастадым. Жұмыртқа мен балықты бір-біріне араластырамыз да, май қызығаннан кейін қуыратын боламыз. Өте ыңғайлы және тез. Бұл жерде біз желбезекті майға салып, екі жағын бірде қуыратын боламыз. Қызартып, сарғыш қып, өздеріңізге қандай түс ұнайды, сол түсте қуырып алсаңыздар болады. Балықты қуырып алған майларыңызға сарымсақты қуыратын боласыздар. Сол кезде картошкаларыңыз өте дәмді болады. Картошканы мен турап дайындап қойдым. Тұзды мөлшерлеп саласыздар. Қуырылған сарымсаққа қосасыздар. Дайын картошкамызды үстіне саламыз. Сонымен біздің түскі немесе кешкі ас деп айтуға болады. Асымыз дайын болды. Міндетті түрде қайталап жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Бүгін сіздермен болған Әсел.